Мына морковтың үстіне мынандай сары шөптер өсіп кеткен. Мынадай. Бұлар деген жауыз шөптер. Олардың өзінің тамыры болмайды. Олар осындай әр заттың незіне мойнына оратылып, мынадай болып. Сөйтіп, оның бүкіл қорегін бойынан сорып алады мынадай. Мынада тістері бар, тісшелеріне оратылған жерде сол өсімдіктің діңіне жабысып өседі ол. Маған бір агроном ағай айтты. Бұны көрсең тек құрту керек, өрте жүру керек, тез жұлып алып деп. Себебі, міне мына морковтың үстіне ол көбейіп баратыр. Ол соның соғын сорып алушы оңбаған жауыз ғой. Мынаны енді мен бәрін қалай шатпағын жинап алам білмей жатырмын. Осының ішіне морковымның көйіп кетті мынау. Тамыры болмайды бұның, бұл сап-сары болып, осылай міне морковтың діңіне оратылып өсетін. Діңіне. Өздерінің тісшелері бар. Жаңағыдай соған присасывается, в общем, діңіне. Әрбір заттың. Сосын жерде тамыры болмағасын, сол заттың бойынан жаңа діңіне жабысып алып қорегін жейді соны. Мінекей. Мына жерлерде де тұр. Не көріп тұрғаныңыздай, бұл деген жауыз. Бұны міндетті түрде құрту керек. Мен анда бір қатты не істеп тұрған жерлерінен көрсетуіме де болады қазір. Кәдімгідей мыналардың тісшелері бар ғой, жабысып тұратын. Сол арқылы соратын. Бұны енді тез арада өртеу керекпін. Қолымдағында жұлып алып, жерге қойып тастауыма болмайды. Мінекей, мына жерде де тұр. Өзі сап-сары болып көрініп тұрады. Ол соған жабысып, міне. Бүкіл мына морковтың ішіндегі сабағының бәріне жабысып тұр. Соны жейді солай жабысып, мындай. Міне, бітпей жатыр. Міне, ішінде сап-сары болып көрініп тұр. Мен сіздерге көрініп атыма камераға. Мінекей, мына жерлерінде тісшелері бар. Анықтап қарасаңыз, сіздерге көрінеді, көрінбейтін бейм. Бұдыр-бұдыр тісшелері болады. Сол мынаға жабысып, мынаны соғын сорып тұрады. Соның арқасында өмір сүреді ғой. Өзінің тамыры жоқ оның. Ол сол ненің, мен күзде еккен морковым ғой. Соның жапырағын сорып, оның бүкіл күшін алып кетеді. Мінекей. Бүйтіп жабысып алады. Өзі жерге жабыспайды. Қарап тұрсаңыз, оның жерде тамыры жоқ. Жерде оның ешқандай тамыры жоқ жаңағы. Бойлап сол тек осы шөптің үстінде өскен. Жел қатты болып тұр ғой. Біреуін даже көрсеңіз, біреуін жерде тамыры қайда деп, жерде тамыры болмайды оның. Ол тек шөптің үстіне жабысып өседі. Жауыз ғой, жауыз. Сондықтан ол жауызды көрсең тек сразу құрт, өрте, агротыңа ол жайылмау керек деп, бұрын маған бір агроном кісі айтқан, жақсы агроном ағай. Сол мінекей, мыналардың ішінде жайылып кетіп тұр. Мынаны мен тез арада қалай күресем, бұны мен білмеймін. Ол өткенде біреуін көріп қалып жұлып едім, сонда қалып қойған ғой демек, бір жерде тағы біреуі қалып қойған. Мынаны мен тез арада құрту керекпін. Бәрін жинап. Үйге бар, үйге. Күн деген қатты суып кетті. Мына суықтан далаға шықпай қалып едім. Огурцидың да августте жағдайы, мына жағына да жаңағы сарғайған жапырағы, демек әлгі не түскен ғой, клеш түскен ғой. Мынаны да қарау керек. Ол өздері жақсы не беріп жатыр. Жақсы огурцы беріп жатыр. Клештен бұны енді. Мына жерде де гүлдеп жатыр жаңағы сары арамшөп, жауыз арамшөп. Гүлдеп жатыр мінекей. Мынау гүл, соның гүлі мынаған түсіп, бетіне келе жатыр, жіп сияқты болып. Мінекей. Мынау соның гүлі екен. Көрдіңіздер ғой, бәрі зат табиғаттың заңы гүлдейді. Осылай қысқа тұқым тастап, келесі жылға жіп сияқты болып гүлдеп жатыр. Келесі жылға шығады екен ғой, әйтпесе қыста бұлардың бәрі өлмей ме? Мінекей, мынау соның жаңа жауыз арамшөптің тұқымы. Мына жерге де мынаның бойында да мұнчақ қол бәне ұстап тұр өзінің тұқымдарын. Мына жерде де тұр, міне жаңа түсініп жатырмын. Мінекей. Мына жерде де тұр, мынау соның жаңа тұқымдары, сарының. Көрдіңіздер ме? Мына қылғындырып бәрін орап алып тұр. И тұқым беріп та үлгеріп жатыр. Мына жіп сияқтының бойында міне гүлдеп, міне
тұқым беріп тұр. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Мынау соның тұқымы. Тұқым беріп жатыр. Мінекей жаңағы сары шөптің тұқымы гүлдеп. Өздері бастап қурай бастапты, демек ана тұқымдарын шашып кетейін деп жатқан. Мынау жасыл жаңағы мен жұлып алған кезде басқа шөп қой. А өздерінің бұны қарамай-ақ қойыңыздар. Қазір. Мінекей мынаның өзінен де көрініп тұр. Осының тұқымы осылай көбейеді екен. Сары жіңішке жауыз арамшық осылай көбейеді екен. Көрдіңіздер ғой. Мына жаққа да солай тұқым салып жатыр екен. Мына жерге мүлде көп салып жатыр. Келесі жылы мына жерде көбейейін деп тұр. Ананың бәрі соның тұқымы. Мынаны тез арада мына жауызды құрту керек екен. Мінекей жауыз арамшөпті тұқымы. Мынаның бойына да міне жабысып алған. Сары тұқым салып тұр. Фокус камера алмай жатыр ғой. Мынаның бойына да жабысып алып тұр. Мінекей. Тартсам шығады. Осының бойына да. Олар қатты жабысатыны сондай, тартқан кезде жаңағы нені жемістің, шөптің өзін жұлып алып кетеміз ғой.